Бүгін біз Қазақстан аумағындағы дамыған орта ғасырлардағы аса ірі түркі мемлекеттердің бірі Қарахан мемлекетімен танысамыз. Бұл мемлекет 10-шы ғасырдың ортасында, шамамен 940 жылы құрылды. Мемлекеттің негізін қалаған Сатық Боғра хан. Ол ислам дінін қабылдап, түркілердің рухани өмірінде үлкен өзгеріс жасады. Ал оның ұлы Мұса хан 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Осылайша Қарахан мемлекеті тұңғыш мұсылман түркі мемлекеті болды. Қарахан әулеті билікке келген соң Баласағұн қаласын астана етті. Кейінірек 999 жылы олар Самани мемлекетін талқандап, Әмударияға дейінгі аймақты өзіне қаратты. Мемлекеттің жері қазіргі Қазақстанның оңтүстігін, Қырғызстан мен Өзбекстанның бір бөлігін қамтыды. Қарахан мемлекетінде билік жүйесі ерекше болды. Мемлекет екі бөлікке бөлінді. Шығыс бөлігін үлкен қаған, батыс бөлігін кіші қаған басқарды. Шығыс ордасы Баласағұнда, ал батыс ордасы Самарқанда орналасты. Осы жүйе қос қағандық билік деп аталды. Билеушілердің әрқайсысы өз аймағында дербес саясат жүргізді, бірақ мемлекеттің бір тұтастығын, ортақ әулеттік байланыспен ислам діні сақтап тұрды. Дегенмен уақыт өте келе, билік үшін талас пен ұлыстық бақталастық күшейе түсті. Қарахан мемлекетінде феодалдық жүйе дамыды. Билік пен байлықтың негізі жер иелену болды. Мұнда бірнеше жер иелену түрлері қолданылды. Иқта қызмет үшін берілетін жер иелігі. Оны иеленушілер иқтадарлар деп аталды. Вакф, мешіттер мен медреселерге, дін иелеріне берілген жер. Ал мүлік жерлер байлардың жеке меншігі болды. Бұл жүйелер арқылы мемлекет экономикасын, әкімшілік және әлеуметтік қатынастарды реттеп отырды. Қарахан мемлекетінің тарихында ислам дінінің рөлі ерекше болды. Сатық Боғра хан исламды қабылдаған соң, елде жаңа рухани өмір басталды. Оның ұлы Мұса исламды мемлекеттік дін деп жариялаған соң, қалаларда мешіттер мен медреселер салынды. Ислам діні мәдениетті дамытып, халықтың рухани бірлігін нығайтты. Қалаларда араб жазуы енгізілді. Ғылым мен білімге ерекше мән берілді. Ислам діні тек сенім ғана емес, мәдени және ғылыми дамудың бастауы болды. Қарахан дәуірінде отырықшылық пен қала мәдениеті өркендеді. Сауда, қолөнер және білім орталықтары пайда болды. Қалаларда базарлар, тұрғын үйлер, мешіттер мен моншалар салынды. Тараз, Баласағұн, Самарқан, Бұхара сияқты қалалар ірі мәдени және сауда орталықтарына айналды. Қолөнершілер мен ғалымдар көбейді. Бұл дәуір түркі мәдениетінің гүлденген кезеңі. Осы уақытта Жүсіп Баласағұни мен Махмұд Қашқари сияқты ұлы ғалымдар өмір сүрді. Жүсіп Баласағұнидің құтты білік шығармасы мемлекетті әділ басқару мен адамгершілік қағидаларын үйретті. Ал Махмұд Қашқари түрк сөздігін жазып, түркі тілінің байлығын дәлелдеді. Олардың еңбектері бүкіл түркі өркениетінің рухани қазынасына айналды. Алайда 12-ші ғасырдың басында ел ішінде ішкі тартыстар мен билік үшін күрес күшейді. Осы әлсіреуді пайдаланып, Қарақытайлар Жетісу мен Баласағұнға басып кірді. Олар Қарахан мемлекетін өзіне тәуелді етті. Билік формалды түрде сақталғанымен ел тәуелсіздігін жоғалтты. Қарақытайлар салық жинаумен ғана шектелді, бірақ мемлекеттің саяси еркіндігі жойылды. 1210 жылы Қарахан билеушілері наймандармен соғыста жеңіліс тапты. 1212 жылы Хорезм Шах Мұхаммед Самарқандты басып алып, соңғы Қарахан билеушісін тақтан тайдырды. Осылайша Қарахан мемлекеті өмір сүруін тоқтатты. Қарахан мемлекеті Қазақстан жеріндегі алғашқы мұсылман түркі мемлекеті. Ол ислам дінін орнықтырып, қала мәдениетін дамытып, ғылым мен білімнің өркендеуіне жол ашты. Қарахан дәуірі түркі өркениетінің тарихындағы алтын бет болды.